Механикалық жұмыс. Күш әрекетінен дене орын ауыстырғанда атқарылған жұмыс механикалық жұмыс деп аталады. Мысалы, мынандай бір жүк болсын. Сонда F күш арқылы орын ауыстыратын болсақ, S-қа, мына жер бізде S. Осы күштің осы жолға көбейтіндісі, яғни орын ауыстыруға, ол механикалық жұмыс деп аталады. А F көбейту S. Өлшем бірлігі джоуль. F деген бізде күш, ньютонмен. S деген орын ауыстыру, метрмен. Сонымен қатар жұмыс жасау шапшаңдығын сипаттайтын шаманы қуат деп атайды. Ол N деп белгіленеді. А бөлу Т. N деген қуат. Өлшем бірлігі ватт, ВТ. Т деген уақыт секундмен аласыздар, ХБЖ-да. Яғни ол 1 секундта қанша жұмыс атқарылатынын көрсетеді. Сонымен қатар қуатты күш пен жылдамдықтың көбейтіндісі арқылы табуға болады. В деген жылдамдық. Метр секундпен.